Sağ olun. Öyle әкемізді, шешеміз, танымызды келіп, жақсы тілектеріңізді айтыватсыздар, көп рахмет. Мен өзімде де алматыға кетіп қалғаннан кейін көп кісілерді қазір көріп қуанып отырмын. Мен осы сәңгілермен жошының төрт шығаратын серік атым. Өзіміздің нағашылар, кешемнің балаларын тауып onu koşabilerler, kutlatabilirler. Aytıyorsun bärine көп rahmet, kutlardan görüyorlar. Allah razı olsun. Алтын сынды, аңыздар амайлы, Құда шекзат, көршілерім, достарым, жандостарым, Күненен көзінде болған, ененің саналмай болған, ата-анамның сүрленген құдағайлары, құдашалары, барлықтарыңызға армысыз да. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Осы видеоны түсірген кезде қандай ғанибет, әке ең жаңа 50 жасқа толған кезде, балдарым өсті деген кезде өмірден бақилық болған қандай арман болды екен деген жолдас екеуміздің қолғанысымыз болды. Ана өзінің қамытын мойнына арқалап, осы балдарды жеткіземін деп, әкенің аманатын беліне байлап, бетін байлап осындай игі іс жасап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай, барлық ұлдарын жан-жағынан қамқорлап, ешкімде кем болған жоқ. Ана аманаты, әке аманатын орындап, осылардың барлығымыздан Құда түсіргізіп, жоқ деген жоқ. Осы жерде ерекше айтқым келіп тұр. Қыз бала болса да күйікші, Майратан мен Дәмбәпама, қасындағы жары, жақсы бізден туған әкеңге деген Қанатқали жездеме, Кейіпбай жездеме көп рахмет. Бұл кісілерге басымды. Сол әкелеріміздің қасынан табылып, ауырған кезінде сосын болып, қиналған кезде балалары жас болып, қасынан демін өздерді көрсеткен жезделер аман болыңыздар. Ата-анам естесе алма соғысып жол келеді деген, міне бүгінгі күні сіздерде ұлдарымды ұялған қыздарымды қияра балдырып, жаттан жақын болып, жора жолдастарыңызбен, құдаларымен бүгіні немере сүйіп тұрған жайларыңыз бар. Сіздерге мың рахмет апаларым. Тұмарым деп жырына қосатын, жаңбыр жауса жауыным, жаңбырға тосатын әкеден артық жандарына, осындай жолдас қылғаныстар жүргесін, осындай ойменен әкелерін еске алайықшы. Ақсөт беріп өсірген, түлей құсын төрт берген, әкештен анадан артық жан бар ма деп, осындай бүгінгі игі іс жасаған кезде, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге барлықтарыңызға көп рахмет. Алладан мың еселеп қайтсын. Жаратқан Аллам еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, күндеріміз сәтті болсын, алға қойған мақсаттарын орындалсын деген келеді.